Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгінгі күні 1-ші сынып математика 46-шы сабақ ондықтарды қосу және азайту тақырыбын қарастырамыз. Ондықтарды қосу және азайту. Бүгінгі сабақта ондықтар мен есептеуді орындап үйренетін боламыз. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Тұшпараны сана. Балалар тұшпараның неше ондығын дайындады. Суретте берілген тұшпара санын анықтайық. Суретте 5 тақтайша берілген. Әр тақтайшада неше саны бар екен анықтап, барлығын қосайық. Бір тақтайшада қанша тұшпара бар екен бірге есептеп көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 тұшпара бар екен анықталды. 5 тақтайшада 50 тұшпара саны бар екен. Жарайсыңдар балалар, жылдам шеше қойыңдар. Астында берілген тапсырманы орындайық. 30 тұшпара және 20 тұшпара қосындысы 50 тұшпара болып табылады. 50 тұшпара азайту 20 тұшпара 30 тұшпараға тең. 50 азайту 30 тұшпара тең 20 тұшпараға тең. Парағымыздың оң жағында сандарымызды ондық түрінде есептеу керек. 3 ондық қосу 2 ондық тең 5 ондық. 3 ондық дегеніміз 30 санына тең, 2 ондық дегеніміз 20 санына, 5 ондық дегеніміз 50 санына тең. Өткен сабақта ондықтар туралы өткен болатынбыз. Есімізге түсірейік. 5 ондық азайту 2 ондық тең 3 ондық. 5 ондық азайту 3 ондық тең 2 ондық. Жарайсыңдар балалар. Екінші тапсырмамызға назар аударайық. Жұптық жұмыс. Түсіндіре отырып есепте. Берілген есептеулерді бірге шығарайық. 7 қосу 2 мәні 9-ға тең. 3 қосу 2 мәні 5-ке тең. 70 қосу 20 мәні 90-ға тең. 30 қосу 20 мәні 50-ге тең. 5 азайту 2 3-ке тең. 6 азайту 4 2-ге тең. 50 азайту 20 30-ға тең. 60 азайту 40 20-ға тең. Мінекей балалар, есептеулеріміздің барлығын дәптерімізге дұрысынан шығарып жазып аламыз. Келесі тапсырма өзіндік жұмыс. Бос орындарға сандар жаз. Бізге берілген есептерді бірге шығарайық. Бізге бірінші мысалда берілгені қосылғыш және қосындының мәні. Бізге қосындыны табу керек. Оны табу үшін біз қосындының мәнінен қосылғышты азайтамыз. 90-нан 80-ді азайтамыз. 10 шығады. Дәптерімізге түртіп жазып аламыз. Келесі мысалда дәл солай. Қосындының мәнінен қосылғышты азайтамыз. Қосынды шығады. 70 азайту 30 мәні 40 шығады. Оны да түртіп жазып аламыз. Келесі мысалда 70 азайту, яғни азайтқыш белгісіз айырманың мәні бар. Азайғыштан айырманың мәнін аламыз. Сонда азайтқыш шығады. 70 азайту 50 тең 20. Келесі мысал. Айырманың мәні берілген, азайтқыш берілген, айырма белгісіз. Айырманы табу үшін айырманың мәні мен азайтқышты қосамыз. Мәні 90 шығады. Келесі мысалға назар аударайық. Сен зерттеушісің, қай фигураны таңдау керек? Балалар, суретте берілген 3 фигурада бізге таныс. Атап өтейік. Тік төртбұрыш, дөңгелек және үшбұрыш бейнеленген. Бізге белгісіз фигураны таңдау керек. Оны қалай табамыз? Бір кездейік. Ең алдымен сыртқы пішіні дөңгелек пішінді, іші бірдей пішінді фигураны іздейміз. Бірінші жолында бірінші болып тұрған, екінші қатарда үшінші болып тұрған, үшінші қатарда екінші болып тұрған дөңгелек пішінді, ішінде үшбұрыш фигурасы бар таптық. Ішкі фигуралардың саны 3 түрлі түсте болатынын есте сақтаймыз. Көк, сары және жасыл түсті болу керек. Ендігі кезекте сыртқы пішіні үшбұрыш, ішкі пішіні тік төртбұрыш пішінді іздейміз. Бірінші жолда екінші қатарда, екінші жолда бірінші қатарда,
және үшінші қатарда белгісіз. Үшінші пішінді таптық. Ол бізде белгісіз болып тұр екен. Соны белгілейміз. Номер 5 фигурамыз тиісінше белгісіз жерге белгіленеді. Ал ендігі кезекте сыртқы пішіні тіктөртбұрыш, іші дөңгелек пішінді іздейміз. Бірінші жолда, үшінші қатарда, екінші жолда, екінші қатарда, үшінші жолында, бірінші қатарда орналасқан екен. Келесі мысалға назар аударайық. 5-ші есеп. Сандардың құрамын айт. Қосуға 2 мысал, азайтуға 2 мысал құрастыр. Бірінші күлде 10 саны шығу керек. Яғни 10 санынан 8-ді азайтамыз, 2 шығады. 10 санынан 5-ді азайтамыз, 5 шығады. 10 санынан 7-ні азайтамыз, 3 саны шығады. Белгісіз сандар есептелді. Келесі күліміз 9 санын шығару керек. 9 санынан 4-ді азайтамыз, 5 шығады. 9 санынан 6-ны азайтамыз, 3 шығады. 9 санынан 1-ді азайтамыз, 8 саны шығады. Белгісіз сандар толықтанды. Қосуға 2 мысал. Қосуға 2 мысал, азайтуға 2 мысал құрастыр. Сіздер өздеріңіз кез келген мысал құрастыруға болады. Мен құрастырған мысалдар: 8 қосу 2 тең 10, 5 қосу 5 тең 10, азайтуға 2 мысал: 5 азайту 4 тең 1, 6 азайту 3 тең 3. Ал балалар, бүгінгі сабақ қызықты әрі тез өтті деген ойдамын. Келесі кездескенше сау сәлеметте болыңдар. Каналымыз ұнаса, тіркеліп лайк басып отырыңдар.